Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөктің рецептісімен бөлісемін. Майсөк тарыдан жасалады, құрамында көптеген дәрумендер бар, міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Бізге қажеттісі ең басты ингредиент тарыны аламыз. Тарыны міндетті түрде бірнеше рет жуып алғанымыз дұрыс. Үстіне ыстық су құйып, жақсылап жуып аламыз. Бірінші жуған кезде осындай кір су шығады. Бөлек ыдысқа суын құйып аламыз. Суымыз тазарғанша қайталап жуып алуымыз керек. Мен 4 рет жудым. Жақсылап жуылған тарының үстіне ыстық су құйып, 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Осы 20 минуттың ішінде тары өзінің бойына суды сіңіріп, көлемі ұлғайып, жұмсарады. Осы тарыны сүлгіге жайып кептіреміз. Қағаз сүлгіге немесе мата сүлгіге салып кептіруге болады. Кептіруге шамамен менде 40 минуттай кетті. Мүмкін сіздерге одан да көп уақыт кетуі мүмкін. Бізде тары толықтай кепті. Енді осыны алып, бөлек ыдысқа саламыз. Енді үстіне қант саламыз. Қантты дәміне қарай салуға болады. Жақсылап араластырамыз. Және де жұмсақ сары майымыз саламыз. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында тұруы тиіс. Бізде майсөк дайын. Оны әдемі етіп тәрелкеге орналастырып, формасын келтіру үшін алдымен кесеге салып аламыз. Үстін басып, тәрелкеге төңкеріп салсаңыздар әдемі болып шығады. Толықтай өз формасын ұстайды. Дәл осы әдіспен майсөкті жасап көріңіздер. Отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.